Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ашытқысыз, әдемі пышный болып шығатын бауырсақтың рецептін ұсынамын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бізге қажетті айран. Таза ыдысымызға айранымызды құямыз. Және қант. Осы қоспамызды жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқаны саламыз. 1 шай қасық тұз, сұйық май, және 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Достар, барлық қажетті ингредиенттерді төменге жазып қалдырамын. Келесіде ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Әр ұнның тығыздығына байланысты ұнды көз мөлшерімен саламыз. Яғни біздің қамырымыз орташа жұмсақтықта болу керек, қатты болып кетпесін. Ұнды өте көп қосып жібермеңіздер. Бастапқыда қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне және ұн қосатын боламын. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық, 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минуттан кейін дайын болған қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігін осылай қолымызбен дөңгелектейміз. Енді оқтаудың көмегімен өте қалың емес, өте жұқа емес, орташа көлемде қамырымызды жаятын боламыз. Мінекей жайып алдық. Енді өз қалауыңыз бойынша кесе берсеңіздер болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп кесетін боламын. Майымызды алдын ала қыздырып қоямыз, яғни қызып тұрған майда бауырсақтарымызды қызарып, піскенше жақсылап пісіріп алатын боламыз. Бұл бауырсақтар ашытқысыз дайындалады, достар. Өте пышный әрі дәмді болып шығады, әрі өте жұмсақ болып шығады. Мінекей бауырсақтарымыз қызарып, әдемі болып пісіп жатыр. Мінекей, достар, біздің ашытқысыз, пышный, әдемі, жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Және де менің арнамнан алыстамас үшін, видеоларымды бірінші болып көруіңіз үшін қызыл кнопканы басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.